Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Денсаулықтарыңыз қалай? Келесі объекттің басына келіп жеттік. Бүгінгі жұмыстың нәтижесі мына жерлерде перегородкалар болды. Соларды демонтаж жасап алып тастадық. Стеналарды туралап шолып шықтық. Өзімізге жағалауға ыңғайлы болсын деп. Так, келесі көрсетейік. Начинающий жаңағы жүргізіп отырған кейін енді былай түсініксіздер деген үміттемін. Келесі қонтаға жарда кафель болған. Кафельдер демонтаж жасап, мусорларын сыртқа шығарып, тазалап тастады. Қолда кафельдерді бұзып, бұл жерге ертең наливной пол қоямыз. Мына жерлерде де перегородкалар болған. Соларды бұзып демонтаж жасадық. Қазір уақытта мына трубаларды кесіп тастаймыз. Өзімізде мешіт жасамау үшін. Бұлар лишний. Келесі көрсетейік. Жұмыс сәл азынайы қиыншылықтары бар отыр. Келесі қонтаға демонтаж жасап қойдық. Бұл жерде тоже сондай кафель болды. Жарда кафельдерін бұзып демонтаж жасап тастадық. Ал мына тесік жерлерге пена құйып замас етіп отырдық. Мына жерде перегородка болған. Онды бұзып тастадық. Мына жерде вазырға провод болған. Бұл жерде қазір кепішпен қалап дейміз. Келесі қонтаға көрейік. Мына келесі қонтаға той самый. Потолокта түскен труба бар еді. Оны бұзып алып тастап, бұл жерге пена құйып қойдық. Қазір қатысын деп тұрдық. Ертең мына жерлерге жарға бәрі көрсетілген қонталарға үстіп стена штрафбайт етіп кабель жүргіземіз светке. И переноска университет тағатындарға. То же самое полды бұздық. Кафельден мусорға шығарып тастадық. Перегородканы бұздық. Вазырға провод тоже бұзылды. Светильниктерін амалдап алып тастадық. Так, қазіргі жұмыс осы енді. Бағасын бересіздер.